Осындай үлпілдек дәмді пончикті менімен бірге дайындаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды белгілеуді ұмытпаңыздар. Пончиктің дайындалу жолын жақсылап көріп алыңыздар. Ол үшін сүт, қант, тұз, май, тұрыш, жұмыртқа, қопсытқыш, ұн қажет. Алдымен үстімізге қант, дрожжымызды салып араластырамыз. Араластырып болды. Енді жұмыртқа мен сұйық майды құямыз. Құйып тағы да араластырамыз. Üstüne unumuzu iliştirelim. Tuzumuz ve қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Қамырымыз иленіп болды. Енді үстіне сары майымызды саламыз. Қамырымыз иленіп дайын болды. Енді 45 минутқа ашытып қоямыз. Дайын қамырды бір елеп алып жайып шығамыз. Dayın болды. Енді тоңазытқышымызға салып қоямыз.